Сәлеметсіздер ме қыз-келіншектер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында мерекелік салат дайындайтын боламыз. Ең әуелі бізге 3 жұмыртқа, яғни бізде 2 жұмыртқа керек болады. 2 жұмыртқаны шағып аласыздар. Міндетті түрде шағып алыңыздар. Сосын шым-шым тұз саламыз. Сосын жақсылап араластырып, екеуін жақсылап араластырамыз. Сары бір-біріне араласқанша араластыратын боламыз. Сосын бір қызылша керек болады. Қызылшаны піспеген түрін осылай өткіштен өткізіп аламыз. Видеода қалай көрсетіліп жатыр, дәл солай жұмыс істеңіздер. Осылай істейміз. Видеоны соңына дейін көріңіздер, толық айтатын боламын. Оның үстіне 2 ас қасық қаймақ керек болады, яғни сметана керек болады. Жақсылап араластырып, азғантай морж салып жібереміз. Дәмі шығу үшін. Жақсылап араластырып, сосын ұн саламыз, 2 ас қасық ұн саламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде қоңырау белгісін баса кетіңіздер. Видеоны өткізбей тақанса қараңыздар. Кейбір жерлерін көріп, ақырын көріп, басын көріп түсінбей қалмаңыздар. Соның үшін тақанса қарайтын боламыз. Сол аралықта пешкелеріңізді міндетті түрде қыздырып қойыңыздар. Пергамент қағазға салып аламыз. 15 минутта пешкеде пісіріп аламыз. Өте дәмді ерекше салат бұл. Жаңа форматта осылай істеп көріп, дастарханыңыздың ерекше болып тұратын салат. Осылай жан-жағына жағып, 4 бұрышта қылып аласыздар. Енді пешкеге пісіріп аламыз. Міне 15 минутта пісіп шықты, осылай пісіп шығады. Сосын ішіне начинкасына картошка, 2 жұмыртқа керек болады. Міндетті түрде қайнатып алыңыздар. Сосын картошканы өткіштен өткізсеңіздер де болады. Болмаса осылай қасықпен езуге де болады. Негізі өткішпен өткізген дұрыс. Мен осылай істедім. Енді сәбізді дәл осылай өткіштен, картошканы да осылай өткіштен өткізіп алсаңыздар болады. Шамалы ыстық екен, мен суық қылған жоқпын. Осылай өткіштен бәрін өткізіп аласыздар. Ішіне начинкасына бұл. Кез келген начинканы қолдансаңыздар да болады. 2 жұмыртқаны да осылай өткіштен өткізіп алдым. Енді пергамент қағазға мына шетін аударып алдым. Дәмді ерекше шығатын салат. Ыстық, көріңіздер, ыстық болып тұр. Сосын майонез жағамыз. Майонезді бәр жеріне тегізіңіздер. Майонезді көптеу жақсаңыздар, өте дәмді шығады. Майонез күшті дәм береді. Мен көптеу жақтым. Осылай бәр жеріне тегізіп шығыңыздар. Достар, менің каналымды көбінше 5 подписчик адам қарайды екен. Тіркелуді ұмытпаңыздар, достар. Сосын картошканы осылай салып аласыздар. Өте дәмді. Енді алда жаңа жыл келе жатыр. Ертең мерекелік салат десек те болады. Осылай бәрі жердің бір шетіне салып шығамыз. Мен бәрін екеуін араластырып бірдей сала салдым. Осылай істейсіздер. Сосын және бір рет үстіне майонез саламыз. Тұз салуды ұмытпаңыздар. Өте дәмді шығады. Міне майонезді осылай салып аламыз. Бәр жеріне жағып шығамыз. Міндетті түрде шағыңыздар. Майонезді көптеу салыңыздар, аямай салыңыздар. Сонда салаттарыңыз дәмді ерекше шығады. бәр жеріне жағып аламыз.
Сосын бағанағы жұмыртқаны да тоже салып аламыз ішіне. Жұмыртқаны да салып, енді пергамент қағазбен орап алыңыздар. Қорықпай орай беріңіздер. Жыртылып ештеңе болмайды. Сосын морозилкаға салып 15 минут, 20 минуттай қойып аламыз. Кесілуге оңай болу үшін. Осылай істейсіздер де морозилкаға салып аласыздар. Өте дәмді шығады. Витаминге бай, қызылшаны білесіздер. Осылай салып, холодильникке бетін жауып, тәлкіға салыңыздар да. Ыңғайлы ыдысқа салсаңыздар болады. Мен осылай ыдысқа салдым. Сосын бетін жауып, пакетпен жауыңыздар міндетті түрде. Сосын қоямыз, 15 минутқа қойып шығамыз. Мен осылай шамалы не болады. Үстіне қалаған нәрсеңізбен безетсеңіздер болады. Мен жұмыртқаның сарысын алдым да безеттім. Сосын осылай майонезбен жағып шықтым. Ерекше әдемі болсын деп. Достар, видео ұнаған болса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Осылай. Сосын жұмыртқаны осылай қойып, үстіне сүйіп шықсаңыздар да болады. Кез келген үстіне нені қойсаңыздар болады безетуге. Ал біздің салатымыз дайын болды, достар. Қараңыздар, өте әдемі. Жаңа жылдық мерекелік салат, кез келген мерекеге істесеңіздер де болады, достар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы қазақша каналды дамуыларыңызды, үлестеріңіз қоссаңыздар, достар. Сіздерге де ұнады деген ойдамын. Осылай ортасын кесіп көрсетемін қазір қалай шыққанын. Пісіп әдемі шығады. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар, достар.